Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біздің бірінші бейне дәрісіміздің тақырыбы кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері. Осы бейне дәріс студенттердің қазіргі өмірдегі психологиялық білімдерін, осылардың таңдаған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі мен оның мәнін анықтау, еңбек процесінде психологиялық міндеттерді жетілдірудің психологиялық заңдылықтарын, оқушылардың еңбегін басқаруды ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктерін терең зерттеуге қызығушылығын тудырады. Бүгінгі дәрісте өтетін тақырыптар: бірінші, кәсіби психологияға кіріспе; екінші, кәсіптік әрекет процесі; үшінші, кәсіби қызмет процесінде адамды кешенді зерттеу; төртінші, кәсіби білім беру психологиясының әдістері; бесінші, жеке тұлғаның дамуындағы жас ерекшеліктері. Кәсіби психологияға кіріспе. Психология адамның өзі түсінетін не түсінбейтін субъективтік құбылыстарының, процестерінің және күйлерінің, сонымен қатар оның мінез-құлқының ішкі мазмұнын қарастырады. Ол психиканың объективті заңдылықтары мен көріністерін зерттейді. Психология психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым. Еңбек психологиясы адамның еңбек іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін, еңбек дағдыларының даму заңдылықтарын, еңбекті ғылыми негізге сүйене отырып ұйымдастыру мәселелерін қарастырады. Психологиялық ғылымның бұл саласы еңбекті әрекеті деп қарастырып, еңбек атқаратын адамды еңбек субъектісі ретінде зерттейді. Психиканың еңбек кезінде көрінуі мен дамуын анықтап, еңбек процесі мен нәтижесінің сәйкестігін, адамның еңбек талаптарына жарамдылығын айқындайды. Оның сыртында еңбек психологиясы кәсіптік бағдарлану, кәсіптік іріктеу, еңбек сақтау, кәсіптік оқыту, маманның дамуын жобалау, кәсіпке бейімделу, кәсіптік бақылау мен және тағы басқа да мәселелермен айналысады. Еңбек психологиясының зерттеу пәні құндылықтар жасау процесіне қатысушы адамның өзі болып табылады. Дегенмен, еңбек әрекетіндегі адам басқа да әлеуметтік, биологиялық ғылымдармен зерттелінеді. Еңбек процесінің физиологиясы, еңбек гигиенасы, кәсіби сырқаттар терапия мен профилактикасы, экономика, еңбек құқығы, еңбек сақтау, этика, әлеуметтану, еңбекке тәрбиелеу теориясы. Еңбек психологиясы алдында тұратын негізгі міндеттеріне еңбек гуманизациясы мен еңбек тиімділігін жоғарылату мәселелері жатады. Еңбек гуманизациясы қызметкерлердің жалығу, қажу, шаршауының, кәсіптік сырқаттардың алдын алу, өндірістік зақымдану мен тұлғаның кәсіби бұзылуын болдырмау, еңбек тиімділігін жоғарылату. Осы міндеттерді орындау үшін әртүрлі техникалық, технологиялық, санитарлық, гигиеналық шаралар қолданылады. Мысалы, қарапайым станоктар орнына жоғары технологиялық құрал жабдықтарды пайдалану өндіріс тиімділігін көтереді. Ал жұмыс орындарының жағдайларын жақсарту жұмысшылар денсаулығын сақтайды. Психология еңбек гуманизациясы мәселесін арнайы әдістермен шешеді. Адам ресурстарын тиімді, толық қолдану, жұмыс кезінде адам күйін жоғары деңгейге жеткізу, кәсіптік психологиялық іріктеу, кәсіптік дайындау мен оқытуды жақсарту, жұмысшының психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес әлеуметтік және физикалық жағдайларды өркендету сияқты практикалық шаралар арқылы жүзеге асады. Осы шаралардың барлығы еңбекті ғылыми ұйымдастыру құрылымына жатады. Еңбек психологиясының алдында тұрған міндеттерін орындау үшін психологияның басқа салаларының нәтижелері пайдаланып, олардың әдістері алынады. Мысалы,
әрекетті бағалау мен талдау әдістері, қабілеттерді диагностикалау және жобалау, ұжым ішіндегі әлеуметтік климатты, әлеуметтік құрылымын анықтау, адам күйін бағалау әдістері. Іс жүзіндегі міндеттерді шешу үшін мынадай теориялық сұрақтар қарастырылуы керек. Біріншіден, адам мен оның кәсібі арасындағы үйлестікті зерттеу, еңбек субъектісі кәсіптік орта жүйесінің динамикалық заңдылықтарын анықтау. Екіншіден, кәсіпке мамандық қасиеттер құрылымы мен динамикасын, адамның кәсіптік өркендеуін анықтау. Үшіншіден, оптимальды және төтенше жағдайда қажет болатын икемділік қабілеттерді зерттеп, осы факторлар тұрақтылығы мен өзгеруін айқындау. Төртіншіден, еңбек мотивациясы мен тартылыстарды анықтау, еңбекке ынталандыру мәселелерін шешу жолдарын іздестіру. Бесіншіден, жұмыс атқаратын адам күйлерін бағалап, олардың қалыптасу мен өзгеру сұрақтарын шешу. Алтыншы, тұлға қасиеттері мен психикалық ерекшелердің жұмыс қауіпсіздігіне тигізетін әсерін талқылау. Осы міндеттердің барлығы қазіргі кездегі еңбек психологиясының алдында тұр. Кәсіптік әрекет процесі. Белгілі психолог Климов кәсіп түсінігінің бірнеше аспектілерін қарастырады. Кәсіп жақын мәселелермен айналысатын және шамамен бірдей қалыпта өмір сүретін адамдардың жалпы ретінде белгілі болғандай, кәсіп адамның бүкіл өмірінде өзінің ізін қалдырады. Кәсіп маманның кәсіби іс-әрекетінің объектісі мен пәнін айқындау және нақтылаумен байланысты күштерді қолдану саласы ретінде. Кәсіп тұлғаның іс-әрекеті мен танылу саласы ретінде. Кәсіби іс-әрекет тек қандай да бір өнімді немесе қызметтерді жай ғана өндіруге мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар ең алдымен ол адамның шығармашылық потенциалын жүзеге асыратын және осы потенциалдың дамуы үшін жағдай жасайтын жүйе естен шығарып аламыз. Карл Маркс айтқандай, еңбектің негізгі нәтижесі бұл өндірілген өнім емес, қоғамдық қатынастардағы адамның өзі. Кәсіп тарихи дамушы жүйе ретінде. Профессия сөзінің өзі латынша көпшілік алдында сөйлесу деген сөзіне сәйкес келуі тегін емес. Осылайша кәсіп феноменде ежелден-ақ жалпы және әлеуметтік психологияның пәні болатын оқиғалар жасырылған деп анықталады. Кәсіп еңбек субъектісінің өзі шығармашылыққа және қалыптастырылған ақиқат ретінде, біздің жағдайда психологтың өзі. Бұл мәдени тарихи жағдайдың өзі жаппай дамитын көбісі нақты адамдардың өздеріне тәуелді дегенді білдіреді. Кәсіп ұғымынан басқа, оған жақын өзге де түсініктерді талдау да қажет болады. Көбінесе мамандық түсінігі бұл өз күшін жұмсайтын анағұрлым нақты сала. Мысалы, психолог кәсібіндегі мамандықтар әлеуметтік психология, клиникалық психология және тағы басқа бола алады. Тағы бір нақтырақ түсініктер қызмет немесе еңбектегі посты. Мұнда нақты мекемедегі жұмыс және нақты қызметтерді атқару анықталады. Іс ұғымы керісінше өзіне кәсіпті де, мамандықты да және нақты қызметті де қосып алатын жеткілікті кең ұғым. Мысалы, бір мамандар мектептегі кәсіби бағдарлану мәселелермен айналысады деп айтуға болады. Мұның ішінде жасөспірімдердің жас ерекшелік, психологиялық даму мәселелері, бала ата-ана қарым-қатынасы мәселесі, тұлға әлеуметтенуінің жалпы мәселелері және бұлармен байланысты қоғамның әлеуметтік экономикалық ерекшеліктерін түсіну мәселелері, дамудағы ауытқумен байланысты мәселелерді
қарастыру да жатады. Тұтастай кәсіп түсінігінің сипаттамасы төмендегідей. Бұл кәсіби маман үшін аралас мамандықтармен ажырамас байланыстағы іскерлікті білдіретін шектеулі еңбек түрі. Бұл арнайы дайындық пен үнемі қайта дайындықты талап ететін еңбек. Бұл марапаттау үшін орындалатын еңбек. Мұнымен кәсіп кәсіби емес іс-әрекет түрлерінен ажыратылады. Бұл қоғамдық пайдалы еңбек. Бұл сипаты жөнінде шын мәнісінде психологтардың өздері де әлі күнге толық ойланған жоқ. Бұл адамға қоғамда белгілі бір статус беретін еңбек. Көп адамдар үшін мен психологпын деп айту бұл көп нәрсені білдіреді. Кәсіптің мәнін жақынырақ одан әрі түсіну үшін 20 ғасырдың басында белгілі психолог Богословскийдің берген анықтамасын еске түсірген жөн. Кәсіп әрекет және кәсіп арқылы адам қоғам өміріне қатысады. Сондай-ақ кәсіп адамның өмір сүруіне қажетті материалды құралдардың ең негізгі қайнар көзі ретінде қызмет атқарады. Сонымен қатар берілген адамның жете өзіндік санасының кәсібі ретінде түсініледі. Богословскийдің соңғы тұжырымы берілген адамның жеке өзіндік санасының кәсібі ретінде түсініледі. Кәсіби іс-әрекеттің ең маңызды психологиялық аспектісін айқындауға және маманданудың кейбір шарастырылған белгілеуге мүмкіндік береді. Көбінесе адам өз міндеттерін одан талап етілетіндердің барлығын өте жақсы орындай алады, бірақ соның өзінде өз жұмысын жек көреді. Бұл жағдайда берілген адам үшін мұндай жұмысты кәсіп деп айту өте қиын. Бұл анықтамаларды жалпылай келе, мынадай сипаттамаға тоқтаймыз. Мамандық еңбек іс-әрекетінің тарихи қалыптасқан формасы. Мұны орындау үшін адам нақты білім, дағдыны игеріп, арнайы қабілеттер мен дамыған кәсіби маңызды сапаларды меңгеруі қажет. Кәсіби қызмет процесінде адамды кешенді зерттеу. Кәсіптерді психологиялық зерттеу әдістері еңбек ортасының ерекшеліктері мен оның адамға қоятын талаптары, еңбек субъектісі және оның талап ететін еңбек шарттары туралы ақпарат жинау және ақпаратты реттеу әдістері. Профессиографияда әдетте сұрау, бағалау, эксперимент, өзін-өзі бақылау, құжаттар анализі, функциялар мен себептер тіркеу пайдаланады. Құжаттар талдау, зерттелетін өндіріс, технология кітаптарымен танысу, басылымдардағы мақалаларды зерттеу, нұсқаулар, лауазымдық бұйрықтарды, тағы басқа жазбаша құжаттарды қарастыру, еңбек әрекетінің жалпы ерекшеліктерін анықтап, мынадай шараларды қолдануға мүмкіндік береді. Шаралар. Негізгі кәсіптік міндеттерді, еңбек операциялары мен режимдер сипаттамаларын белгілеу, мамандармен әңгімелесу мен оларды бақылау жоспарларын дайындау, жұмыс орнын ұйымдастыру, күрделі оқиғалар, төтенше жағдайлар, өндірістік брак, кәсіптік зақымдану оқиғаларды статистикалық талдау. Әрбір жұмысшыға жеке дара көзқарас салыстырып қатынасу. Сұрау әдісі зерттеу мақсатына, сұрауға қатысатын адамдар санына, техника мен уақыт мүмкіншіліктеріне байланысты сұрау әңгіме немесе анкета арқылы өтеді. Әңгіме артықшылығы ол еркін түрде өтіп, түсініксіз жерлерді анықтауға болады. Сұрауға әртүрлі мамандар қатысады. Оның жері адамның жұмыс атқарса да, ол өз әрекетін ашық, толық түрде сипаттала алмауы мүмкін. Сондықтан толық ақпарат жинау үшін сұрау алдында тиянақты дайындалған қажет. Сауалнама.
Қойылған сұрақтарға жазбаша жауап беру. Оның екі түрі болады: ашық және жабық. Ақпарат жинау кезінде шынайы жауап алу үшін респондентті оның жауаптары өзгеге зиян келтірмейінше құпиялық бұзылмайтынына сендіру қажет. Бақылау әдісі. Бақылау арқылы жұмысшылардың еңбек өзгешеліктерін, әртүрлі операциялар орындау барысын, әрекеттің жеке дара стилін, адам психикасының сыртқы көріністерін, әртүрлі тұлға ерекшеліктерін анықтауға болады. Оның сыртында еңбек процесіндегі қарым-қатынастар, техникамен айналысу қабілеті байқалынады. Кәсіп әрекетін психологиялық талдау барысында оның өндірістік техникалық құрылымы айқындалады. Кәсіптің адам әрекеті мен жүріс-тұрысына қоятын талаптары анықталады. Бақылау салыстырмалы түрде өтеді. Жұмыс тиімділігі жоғары және төмен жұмысшылар салыстырылады. Жоғары тәжірибелі және жаңадан келген адамдар, жоғары сапалы өнім және шығарылған жұмысшылар, өнім сапасы, операциялар, тәсілдер мен амалдар салыстырылады. Бақылау әдетте хронометриямен бірге қолданылып, әртүрлі іс-қимылдар орындау уақыты тіркелінеді. Оның сыртында фотография рабочего дня деп аталатын әдіс пайдаланады. Еңбек әрекетінің реті, әртүрлі жұмысқа демалуға кететін уақыт тіркелініп, бүкіл жұмыс күні бойы пайдалы және пайдасыз жұмсалатын уақыт анықталады. Өзін-өзі бақылау. Ол екі түрде өтуі мүмкін. Бірінші, маманның өзіне есеп беруі. Бұл жағдайда маманға дыбыстап ойлау, яғни әрбір операцияны, құралдармен жасайтын әрекетін, әрбір сигнал қабылдау процесін айтып отыру тапсырмасы беріледі. Бақылаушы адамға оқушы ретінде әрбір іс-қимылды түсіндіру керек болады. Алғашқыда өзіне есеп беру кезінде бақыланатын объектілер саны аз болды. Одан кейін көбейе бастайды. Үйренумен байланысты белгілі қиыншылықтар өткеннен кейін мамандар өз әрекетін ерік, толық түрде айта бере алатынын практика көрсетеді. Кейбір кездерде әрекет вербализациясы адамның түсінбеген міндеттерін санаға енгізіп, оны ұғынуға себепші болады. Нәтижесінде еңбек тиімділігі көтеріледі. Екінші, маманның өзі оқушы ретінде кәсіпті жүйелі түрде үйреніп, еңбек дағдыларын игеріп, еңбек субъектісі ретінде өркендейді. Бұл әдіс еңбек әрекетіне бейімделу процесінің ерекшеліктері мен қайшылықтарын анықтауға жәрдем береді. Оны еңбектік әдіс деп аталып, қарапайым, үйренуі жеңіл, көп уақытты талап етпейтін кәсіпкерге қатысты пайдаланады. Күрделі әрекетті зерттеген кезде бөлек еңбек операциялары, сатылары анықталып, еңбектік сынақтар өткізіледі. Еңбектік әдіс кемшіліктеріне қарамай, психолог бақылауларын жұмыс күні анықталғаннан кейін шаршау күйінде тіркелгендіктен көп нәрсені естен шығарып алу мүмкін болады. Осы әдістен жиналған ақпарат маңызды, сенімді болып табылады. Өйткені психолог жұмысшыда белгілі психикалық актілер болатынын жобалап қоймай, олардың бар екенін анық біледі. Өйткені оларды психолог өз басынан кешеді, олар оның тәжірибесінде бар болады. Эксперимент әдісі. Профессография барысында өткізілетін эксперимент дайын психограмманы тексеру үшін қолданылады. Бұл мақсатпен әртүрлі кәсіптік дайындығы бар мамандарды бірнеше топқа бөледі. Арнайы әдістемелер, құралдар, сауалнамалар арқылы әрбір топ мүшелерінің бағыттану психограммасында
кәсіпке маңызды болып көрсетілген қасиеттері зерттелінеді. Эксперимент нәтижелері жұмыс табыстылығымен салыстырылады. Мысалы, жақсы жұмысшылардың көбі белгілі бір қасиетті зерттегенде жоғары көрсеткіштерге жетіп, ал нашар табыстылығы төмен жұмысшылар қасиеттері төмен деңгейде болса, осы зерттелінген қасиет кәсіп үшін маңызды болып табылады. Өндірістік эксперимент әрқашанда сыналушының табиғи жағдайында, яғни жұмыс орнында жасалынады. Өндірістік экспериментте бақылауға көнбейтін көп кездейсоқ факторлар көп болады. Оның сыртында сынау өндірістік процеске кедергі болмай, қысқа мезгілде өтуі керек. Тұлғалық әдістер. Бұл әдістер еңбек субъектісінің жай бақылау арқылы анықталмайтын тұлғалық ерекшеліктерді зерттеуге бағытталған. Кәсіптік табыстылық негізіне жататын әртүрлі қасиеттер мен тұлға қатынастарының көптеген көріністері болады. Оларды адамның өзі көптеген сұрақнамалар мен тестілерде немесе басқа адамдар тәуелсіз сипаттама әдісі бағалайды. Осы бағалар бойынша эксперименттер қызметкер тұлғасының қасиеттері туралы қорытынды жасайды. Дегенмен бұл қасиеттер өмірлік жағдайға орай өзгеру мүмкін. Еңбек процесін алгоритмдік сипаттау әдісі. Бұл әдіс жиналған ақпаратты реттеу амалдарына жатады. Алгоритм дегеніміз белгілі міндетті тапсырманы орындауға әкелетін, жазбаша түрде немесе график символдар арқылы белгіленетін іс-әрекет реті. Әдіс іс-қимыл барысын ықшам түрде көрсетіп, олардың арақатынасын анықтауға мүмкіндік береді. Толықтығы, нақтылығы, жүйелілігі арқасында алгоритм жұмысшылар операциясын бақылап, еңбектің қандай сәтінде төтенше ерекше оқиғалар жиі пайда болатынын, қандай операциялар автоматтандыруды талап ететінін, тағы басқа құбылыстар айқындалады. Озат тәжірибені қарастыру мен таратуда жұмысшылар дайындалуына еңбек нормаларын белгілегенде пайдаланған жөн болады. Құрылымдық әдіс. Губинский ұсынған құрылымдық әдіс еңбек әрекетін негізгі және қосымша операциялардан тұратын құрылым ретінде қарастырып, операциялардың уақыт пен сенімділік сипаттамалары зерттелінеді. Осы әдістің негізгі принциптерінің бірі иерархия қағидасы. Адам әрекеті бірнеше деңгейде қарастырылады. Оперативтік деңгейде орындалатын міндеттер арақатынасының құрылымы ретінде. Бір тапсырманы орындау деңгейінде алгоритмдер арақатынасының құрылымы ретінде. Алгоритм деңгейінде операциялар арақатынасының құрылымы ретінде. Операциялық деңгейде оның компоненттері қарастырылады. Структуралық әдісті пайдалану кезінде бірқатар қайшылықтар туады. Мысалы, құрылымның сыртқы себептермен байланыстылығы, ойлау әрекетін анықтауға болмайды. Жүйелі талдау. Кәсіптік әрекеттің жүйелі талдауының ең дайындықты әдісін Шадринков жасаған. Ол жүйелі бағыт методологиясында сүйеніп, әрекетті бірнеше деңгейде зерттеген жөн болады деген. Тұлғалық мотивациялық талдау. Бір жағынан бұл тұлға қажеттіліктерін зерттеу, екінші жағынан кәсіптік әрекеттегі осы қажеттіліктер қанағаттану мүмкіндігін анықтау. Осы екі аспекттің біріне сәйкес келуі еңбек әрекетінің мотивациясын белгілейді. Компоненттік мақсатталған талдау бойынша еңбек әрекетінің жалпы құрылымындағы әрбір іс-әрекеттің мақсаты мен мағынасы анықталып, оның сыртқы
ғана емес, сонымен қатар ішкі әрекет атқару қатысты психологиялық процестер мен жұмысшының психикалық қасиеттерінің жүзеге асуымен байланысты болатын жағында айқындау керек. Құрылымды функционалдық талдау барысында әрекеттің біртұтас құрылымы ішіндегі бөлек іс-қимылдар арақатынасының ұйымдасу механизмі мен принциптері анықталады. Ақпараттық талдау кезінде адам өз жұмысын соларға сүйеніп, бағыттанып орындайтын әрекет белгілері зерттелінеді. Олардың практикалық маңыздылығы мен көріну динамикасы қарастырылады. Әрекетке қажетті ақпарат алу жолдары анықталады. Ақпаратты уақытта ұйымдастыру ережелері қалыптастырылады. Талдаудың психофизиологиялық деңгейінде әрекетке қатысатын физиологиялық жүйелер айқындалады. Индивидуалды жеке дара психологиялық талдау жұмысшы тұлғасының барлық көріністерін, белгілерін зерттейді. Әрекет сипаттаудың көрсетілген деңгейлерінің араласу нәтижесінде әрекет көп деңгейлік, көп құрылымдық құбылыс ретінде көрінеді. Сонымен, кәсіптік әрекет зерттеуі екі түрде өтуі мүмкін. Бірінші сатысында профессиограмма және адамға қойылатын талаптар сипатталынады. Екінші сатыда еңбек субъектісі компоненттерінің қатынастығы анықталады. Кәсіптік білім беру психологиясының әдістері. Қазіргі қоғам білім беру жүйесіне қоғамның өзгермелі жағдайына жеңіл бейімделетін болашақ мамандарды даярлауға мүмкіндік беретін жаңа талаптар қояды. Мұндай дайындық әртүрлі ғылыми саладағы білімдердің тек жиынтығынан ғана тәуелді болмауы тиіс. Оқылатын пәндердің мазмұны мен әдістемесі бітіруші студент психологиялық ойлаудың қызметтік мүмкіндіктерін меңгеріп шығатындай болып, нәтижелі әрі ғылыми тұрғыдан дұрыс жоспарланған болуы қажет. Жоғары оқу орны оқу нақты студент үшін болашақта өзінің кәсіби іс-әрекетінде сәтті қолдануға мүмкіндік беретін негізгі теориялық және практикалық білім алу болып табылады. Оқытушының мақсаты болашақ маманға өзінде жинақталған білім мен іскерліктерді игерту, сонымен қатар оларды тәжірибеде және шындықта өмір жағдайында қолдануға үйрету. Кәсіби білім берудің міндеттері: болашақ маман ретінде оқушыларда дүниетанымды және жеке адамның жоғары моральдық қасиеттерін қалыптастыру. Оқушылардың кәсіби бағыттылығын тәрбиелеу, яғни өз мамандығына қызығушылық, балаларға деген сүйіспеншілік, баланы зерттеуге, оның психикасы мен ерекшеліктерін тануға талпыну. Оқушылардың психологиядан алған теориялық білімін практикада қолдана білу іскерлігін, оқу-тәрбие жұмысына баланың жеке басының қалыптасу процесіне бақылау жүргізе білу, бақылау нәтижесін талдай және жалпылай білу іскерлігін дамыту. Солардың негізінде баланың психикалық ерекшеліктерінің пайда болу, даму себебі туралы қорытынды жасауға үйрету. Білімдерді меңгерудің табиғи заңдылық қажеттілігіне тек оқытудың белсенді әдістері дидактикаға жауап бола алады. Педагогикада белсенді оқыту әдістері алуан түрлі, олар әртүрлі пәндерді оқытуда қолданылады. Бағдарланған оқыту әдісі, проблемалық оқыту әдістері, интерактивті оқыту әдістері. Бағдарлама оқыту бұл Гальсериннің 20 ғасырдың 50 жылдарында жасаған ақыл-ой іс-әрекеттің кезеңнен қалыптасу теориясына негізделген оқытудың белсенді әдістерінің жиынтығы. Проблемалық оқыту оқытудың белсенді әдістерінің бірі.
Проблемалық оқыту арқылы студенттердің белсенді ойлау әрекетінің дәрежесін көтеру, оларды ақыл ойдың шығармашылық әрекеттерінің жүйесіне үйрету болып табылады. Бұл жүйені меңгеру ақыл ой әрекетінің санасын арттырып, ғылыми диалектикалық ойлауды қалыптастырады. Интерактивті оқытуға келесідей әдістер жатады. Эвристикалық әңгіме, пікірталас, ой шабуылы, дөңгелек үстел, іскерлік ойындар, практикалық жұмыстар жарысы және оларды талдау. Эвристикалық әңгіме бұл ұжымдық ойлау немесе проблеманың жауабын іздеуге құрылған әңгіме. Пікірталас, дискуссия бұл арнайы бағдарламаланған оқу бағдарламасының теориялық сұрақтарын талдауы. Әдетте бұл сұрақты қоюмен басталады және эвристикалық әңгіме түрінде өріс алады. Ой шабуыл әдісінің мәні бойынша күрделі проблемаға жауап іздеу барысында әртүрлі ойға кез келген идеялар, болжамдар, ұсыныстар, кездейсоқ аналогияларды айту, сонымен қатар қатысушылардың керекті немесе керексіз ассоциациялары пайда болуы мүмкін. Дөңгелек үстел әдісі әртүрлі ғылыми аспектілерде теориялық проблемаларды меңгеру жолмен қарастырылып, тиімділікті арттыратын әртүрлі профильдегі мамандардың қатысуымен өтетін әдіс. Іскерлік ойын әдісі мамандарды басқару және әрекет жасауға үйрететін әдіс. Интерактивті оқытудың жаңа әдісі тренинг болып табылады. Тренинг бұл арнайы жасалған кіші топтарда қарым-қатынасты ұйымдастыру арқылы өтетін психокорректілік жұмыс әдісі. Жеке тұлғаның дамуындағы жас ерекшелігі. Мектепке дейінгі шақ балалардың өз ойындарында ересектерге еліктеуге ұмтылысы және әрекеттерін қайталауы белгілі. Бұл жас кезеңінде сюжеттік рөлдік ойынның маңызы зор. Олардың кейбіреуі кәсіби бағдарланған сипатқа ие. Балалар дәрігері, сатушы, тәрбиеші, аспаз, тағы басқа рөлдерді иеленіп ойындар ойнайды. Кәсіби өзін-өзі анықтаудың әрі қарай дамуы үшін алғашқы еңбек бастамалары өте маңызды. Мысалы, киімді күтіп, үйді жинаудың күрделі емес әрекеттерін жасау, тағы басқа. Бұл еңбек әрекеттері еңбекке деген қызығушылығын дамытып, кез келген іс-әрекетке деген жағымды мотивацияның негізін қалап, ересектердің еңбек жайлы балалардың білімін дамытады. Кәсіби өзін-өзі анықтаудың әрі қарай дамуына ересектердің еңбегі жайлы білуі әсері етеді. Оның қалыптасуы үшін ересектер еңбегін қолдану және еңбек мазмұнын суреттеу қажет. Кәсіби рөлдік ойындарды еңбектің қарапайым түрлерін орындау, ересектер еңбегін бақылаудың нәтижесін мектеп жасына дейінгі балалардың еңбектің түрлерін ажырату мен әртүрлі мамандықтарды салыстыру негізіндегі өзін-өзі анықтауы болып табылады. Кіші мектеп жасы. Кіші мектеп жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері ересектерге еліктеу болып табылады. Бұл жас кезеңіндегі балалардың екінші бір ерекшелігі жетістікке жету мотивациясы. Әрине, әуелі жетекші іс-әрекетте, яғни оқуда, оқу, ойын және еңбек іс-әрекетінде жиналған тәжірибе негізіндегі қабілеттері мен мүмкіндіктерін баланың түсінуі, өзіне ұнайтын мамандық таңдауға деген тілегін қалыптастырады. Кіші мектеп жасының соңына қарай қабілеттердің дамуы балалар арасында жеке ерекшеліктердің пайда болуына әкеледі. Оқу және еңбек іс-әрекеті балалардың шығармашылық қиялының дамуына әсер етеді. Бұл қабілеттілік негізінде еңбектің әртүрінің мазмұны жайлы түсініктердің қалыптасып, нақты мамандыққа еліктеу пайда болады. Жеткіншек шақ.
Жеке бас қалыптасуының жауапты кезеңі. Бұл жас кезеңінде еңбектің әр түріне адамгершілік қатынастың негізі қаланып, әртүрлі мамандықтарға жеткіншектердің таңдау қатынасын анықтайтын құндылықтар жүйесі қалыптасады. Ересектердің сыртқы келбетіне еліктеу нәтижесінде ұл балалар ұшқыш, ғарышкер, тағы басқа болуды армандайды. Күш-жігері мол, батыл ер адамдарға еліктейді. Ал қыздар топ моделі, эстрада жұлдызы, кино жұлдыз, тағы басқа әйгілі әдемі әйел адамдарға еліктейді. Мұндай романтикалық мамандықтарға бағдарлану бұқаралық ақпарат құралдары әсерінен болады. Әртүрлі оқу пәндеріне қызығушылық, шығармашылық және техникалық үйірмелерге қатынасу жеткіншектерде оқу кәсіби бағытты қалыптастырады. Жасөспірімдік шақ. Бұл жастың маңызды міндеті мамандық таңдау. Бұл реалистік кезең болып табылады. Жасөспірімдердің кәсіби жоспарлары арман сияқты сипатқа ие болады. Олар нақты психологиялық түрде негізделген мамандықты таңдай алмайды. Бұл мәселе көбінесе мектептегі оқуды тастап кеткен қыздар мен жігіттерде кездеседі. 14-15 жаста мамандық таңдау күрделі. Кәсіби бағдарланған арманды шындыққа айналдыру мүмкін емес болғандықтан, қанағаттанбаушылық мен образының дамуына түрткі болады. Яғни, мен кіммін, менің қандай қабілеттерім бар, менің өмірлік идеалым қалай, менің кім болғым келеді деген сұрақтар туындайды. Өзіндік талдау кәсіби мектеп оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының психологиялық негізі болады. Кәсіптік техникалық училище, кәсіптік лицейлер, техникумдар мен колледжде кәсіби білім алу олардың нақты кәсіби білім бағдарланғандарына дәлелдейді. Статистиканың көрсетуінше, оқу кәсіптік мекемесін таңдау психологиялық жағынан негізделмеген. Орта жалпы білім алған қыз-жігіттер өздерін психологиялық жағынан өте жайлы сезінеді. Мектепте аяқтаған соң өздерінің армандағы мамандықтарын шындықта қолайлы таңдайды. Олар өмірдегі табыс пен жетістікке жеткізетін мамандық таңдауға талпынады. Өзінің мүмкіндіктері мен қабілеттерін бағалау, мамандықтың мазмұны негізінде олар кәсіби білім алу мен еңбектің қосымша тараптары жолында өзін-өзін анықтайды. Балғын жас 16-23 жаста көптеген жастар оқу мекемелерінде кәсіби білім алады. Кейбіреулері өз таңдауларына ризашылық білдірмейді. Кейбіреулерінде кәсіби оқу барысында таңдауларына деген сенімділігі бекітіле түседі. Бұл кезде жеке бастың кәсіби бағыттылығының кристаллизациясы жүреді. Болашақ әлеуметтік кәсіби рөлді игеру нақты кәсіби қауымдастықтың өкілі ретінде өзін сезінуге жетелейді. Жастық шақ 27 жасқа дейін. Бұл әлеуметтік кәсіби белсенділік кезеңі. Мамандық таңдауға деген сенімсіздік артта қалды. Бұл кезде кәсіби тәжірибе мен жұмыс орны бар. Кәсіби өсу бұл кезде өзекті мәселе. Құрдастарының кемшілігі нақты кәсіби жетістіктерге жетті. Көпшілігі, бірақ кейбіреулері өз өмірін құрып, кәсіби бағдарланса да, кәсіби жоспарларға байланысты психологиялық жайсыздықты бастан кешіреді. Кәсіби жетістіктердің жоқтығы, анықталмаған еңбек жолының перспективасы мен концепциясының өзіндік бағалауы мен өзіндік таңдауын туғызады. Өмірдің жаңа мақсаттары пайда бола бастайды. Кейбіреулеріне тоқталсақ, кәсіби біліктілікті жоғарылату, қызметті жоғарылату және жұмысты ауыстыру, жаңа мамандық таңдау. 30 жасқа қарай
кей адамдар үшін кәсіби өзін-өзі анықтау тағы да өзекті мәселеге айнала бастайды. Бұл жағдайды шешудің екі жолы бар: таңдалған мамандықта қалу және соның маманы болу, немесе кәсіби миграция, яғни жұмыс орнына ие мамандықта ауыстыру. Ересек шақ бұл шақ өзін жеке бас ретінде тарату, кәсіби психологиялық потенциалды қолдана алу кезеңі. Осы жас кезеңінде кәсіби және өмірлік жоспарлары құрылады. Мамандық еңбек орнында өз қабілеттерін қолдануға, іс-әрекеттің жеке стилін жасауға мүмкіндік береді. Кәсіби өмірге тұрақталу, таңдалған мамандыққа қанағаттанушылық, кәсіби оптимизм сияқты ерекше эмоционалдық күйдің пайда болуына әкеледі. Қарттық жас, зейнеткерлікке шығуға жету кәсіби өмірден кетуге әкеледі. 55-60 жаста жеке бас өзінің кәсіби потенциалын толығымен жоққа шығара алмайды. Жоғары мамандану кәсіби шаршағанға қарамастан зейнетке шығуға сенімсіздік тудырады. Күйзеліс уақыты пайда болады. Ондаған жылдар бойы қалыптасқан өмір салты, стереотиптер бір сағаттың ішінде жойылады. Кәсіби маңызды сапалар, кәсіби білім мен іскерліктер, тәжірибе мен шеберлік қажетсіз болып та қалады. Бұл кезеңдер әлеуметтік қартаюды тездетеді. Негізгі әдебиеттер: